Ресей Украинаға соғыс бастағалы кейбір америкалықтар фейк Instagram парақша ашып, соғыс алаңында жүрген журналист кейпіне енген. Кейін бұл аккаунттарды жойғанша миллиондаған оқырман жинап үлгерген. Сонымен қатар жарнамадан пайда тапқан. Жалпы бұл сирек кездесетін жағдай емес. Жалған ақпарат тарату арқылы ақша табу фейк жаңалықтар нарығының негізгі бөлігі екенін біле жүріңіз. Интернеттің кең тарау салдарының бірі фейк жаңалықтардың көбеюіне алып келді. Әрине, жалған ақпарат таратушылардың саясаттан бастап сатираға дейін бірнеше мүддесі бар. Бірақ экономикалық факторды олардың маңызды бөлігі деп айтуға болады. 2020 жылғы ғаламдық жалған ақпаратты зерттеуде еуропалық жалған жаңалық тарататын сайттардың табысы жылына $76 миллион асатыны анықталды. Интернеттегі фейк контент қиын әрі орталықсандырылған жүйе арқылы ақша табады. Олардың қатарында ұсақ-түйек тиктокерлерден бастап үлкен технологиялық компаниялар кіреді. Жүйенің қалай жұмыс істейтінін келесі жағдайдан көруге болады. 2016 жылы ақш-та президент сайлауы қарсаңында Македонияның кішкентай ауылындағы адамдар Трамптың мақсат мүддесіне қатысты пропаганда таратқан. Олар жалған ақпаратпен шындықты араластырып, оны оңшыл радикалды веб-сайттарға салған, ал жаңалықтарының көрілімі өскен сайын жарнама жасауды ұсына бастаған. Осылайша пайда тапқан. Көрілім саны мен жарнаманы байланыстыру арқылы Twitter, Facebook, Google секілді компаниялар фейк жаңалықтардың көбеюіне жәрдемдесіп отыр. Жарнама берушілер көбіне жарнамасының қай жерден шығатынын біле бермейді. Сондықтан олар фейк ақпарат таратушыларды жарнама қаржыландырып отыр деп саналады. Жалған жаңалықтар таратумен күресудің ең оңай жолы олардың табыс әкелуіне жол бермеу, немесе мәселені шешудің тағы бір тәсілі бұл нарықты қолдайтын желілерді әшкере ету.